Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Бүгінгі рецепт сіздермен тегін мастер-класс, яғни қазіргі күнде хит болып жүрген және де сатылымда жүрген йогуртовый пирог рецептімен бөлісемін. Іштерін қараңыздар, осындай күшті керемет болып шығады. Начинкасымен өте нежный әрі дәмді пирог рецепті үйде отырып заказ қабылдап ақша тауып отырсаңыздар болады. Міндетті түрде лайк басып, парақшамға тіркеліп сақтап алыңыздар. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Песочный қамыр болу керек бізде. Бөлме температурасында еріп жұмсап тұрған сары майымызға бір штук жұмыртқамызды және де қантымызды салып, венчикпен жақсылап қант ерігенге дейін араластырып аламыз. Біркелкі етіп, бізге бұл жерде миксердің қажеті жоқ, венчиктің өзімен де болады. Кішкене бізде қант ерісе болғаны. Үстінен енді електен шығарылған ұнымызды және де разрыхлителімізді сабаламыз. Бір чайный ложка разрыхлитель. Енді лопатаның көмегімен қамыр илеу бастаймыз. Басында кішкене лопатамен араластырып алыңыздар. Кейіннен барып қолымызбен илеп алсақ болады. Осы ұнның өзі жеткілікті. Рецептте көрсетілген ұнды ғана салыңыздар. Басында осылай көрінеді. Осы ұн қамыр бір-біріне біріккенше әдемілеп қамыр илеп алсаңыздар болғаны. Біздің пашти осымен песочный қамырымыз дайын. Қараңыздар, осындай жұмсақ, үгілмелі, әдемі болып шығатын, идеальный барлық пирогтарға кететін осы қамырды жаттап алыңыздар. Өте оп-оңай, барлық пирогтарға күшті кетеді. Бізде осындай жұмсақ әрі әдемі қамыр дайын болды. Қараңыздар, енді пакетке салып қойып қоямыз бір шетке. Енді пирогымыздың начинкасын дайындаймыз. Бізде бұл жерде йогуртовый пирог болғандықтан менде осы Foodmaster фирмасының нежный йогурттарынан пайдаландым. Негізі бізде өздеріңіз қалаған йогурт пайдалансаңыздар болғаны. Бірақтан йогуртымыз бізде осындай қою болу керек. Сапалы йогурттан пайдалансаңыздар да болады. Менде ши араласылған Foodmasterдің йогуртынан пайдаландым. Осы йогурттан 4 штук кетеді бізде. Және де енді таразының көмегімен осындай 20-25% президент қаймақтарынан пайдаланамыз. Сапалысы ең жақсысынан. Осы ыдыста 200 грамм қаймақ шығады. Соның барлығын саламыз пирогымыздың начинкасына. Өте дәмді, керемет болып шығады біздің пирогымыздың начинкасы. Нежный болып. Және де үстінен 100 грамм сгущенка саламыз. Сгущенканы да мен осы баклажкадегі түрінен қолдандым. Консервадағы сапалы түрінен қолдансаңыздар да болады, бірақ осы сгущенкамен де өте керемет болып шығады дәмі. 2 штук жұмыртқамызды шағамыз үстінен, және де бір ас қасық толтырып кукурузный крахмал саламыз. Кукурузный крахмал бізде пирогымыздың начинкасын қатты етіп ұстап тұрады. Енді жақсылап барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз венчикпен. Бізде осымен пирогымыздың начинкасы дайын. Пирогтың формасының қалпы, диаметрі бізде 28 диаметр, бойына 2,5-3 сантиметр. Ешқандай май жақпаймыз. Біздің формамызға тестамыз жазып қалмайды. Жаңағы дайындап алған тестамызды барлық жеріне бірдей етіп жағып аламыз. Бортиктерін шығарып, әдемілеп піскен кезінде өте күшті көрінеді. Бір жері қалың, бір жері жұқа болмау керек. Бізде піскен кезінде бір жер ісіп кетіп, бір жер жұқа болып қалады. Әдемілеп үстіп орналастырып аламыз пирогымыздың қамырын. Енді жаңағы дайындап алған начинкамызды бір-екі араластырып құйып аламыз. Барлығын құйып алып, лопаткамен тегістеп қойып жібересіздер. Шетіне жаңағы қамырымызға жақындатып, піскен кезінде арасы алшақтау болып қалмасын. Енді бетіне мен осындай замороженный смородина салдым. Сіздер өздеріңіз қалаған жеміс-жидектер салсаңыздар болады, шие салсаңыз болады. Бәрімен өте күшті үйлеседі, немесе ұнатпасаңыздар салмасаңыздар да болады. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30-35 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Бізде 30-35 минутта осылай күшті керемет болып пісіп шығады. Қараңыздар, беттері ісіп, нандарда
әдемі болып көтеріліп шығады. Міндетті түрде 2 сағаттай бөлме температурасында дәл осы тұрған күйінде суытып аламыз. Формасынан ыстық кезінде шығаруға болмайды. Пирогымыз жұмсақ, сынып кетеді. Нәзік болады біздің пирогымыз. Суығаннан кейін барып шығарып аласыздар. Қараңыздар, қазір ортасы да жұмсақ болып кішкене қимылдап тұр. Бүйтіп шетіне ұрған кезде бұл 2-3 сағат суығаннан кейін осы начинкасы қатады. Суығаннан кейін барып формасынан шығарамыз пирогымызды. Шығару жолы оңай. Бізде осындай іші алынатын форма. Осындай формамен қолданғандарыңыз дұрыс. Астын пышақпен кішкене көшіріп аламыз. Пирогымызды жаймендеп шығарып аламыз. Абайлаңыздар, біздің пирогымыз өте жұмсақ, әрі нежный болады, сынып қалмасын. Осы көрсеткендей етіп шығарып алсаңыздар, еш қиын жері жоқ. Біздің пирогымыз суыған кезде уже ішіндегі начинкасы нанмен бірдей болып, теп-тегіс болып тұрады. Ешқандай начинкасы азайып та шөгіп та қалмайды. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйде отырып заказ қабылдап табысқа шығып отырсаңыздар болады. Қараңыздар, кесілуде өте ыңғайлы, өте керемет болып шыққан. Холодильникте 3-4 сағат қойсаңыздар тіпті жақсы. Сразу кесе берсеңіздер де болады. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар. Көріңіздер. Кесілуін қараңыздар, өте дәмді, ішіндегі начинкасы нежный болады. Бізде қант салынбаған, соның өзіне тәтті керемет болып шығады. Әсіресе кофе, шайлармен өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңыз қуантып. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Баршаңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Зұлқұмар.